Түркістан облысының тұрғындары, Қазақстан Республикасының азаматтарына айтылатын бірден бір мәселе, өзбек тілінде болуы мүмкін, араб тілінде біздің елде рұқсат етілген, рұқсат етілмегендер уағыздап жатқандар бар да. Ол біздің заңға келетіні, келмейтіндері бар. Сол себептен белгісіз интернетте, әлеуметтік желіде таралып жатқан діни насихаттарда түбінде қандай мағына, мақсаттар жатқанын анық ұғып біліп алмай, оны таратуға және тыңдауға қатаң тыйым салынатынын ескертеміз. Діни алауыздық қоғамның бірлігі мен тұрақтылығына кері әсер ететін қауіпті құбылыс. Ол азаматтар арасында өзара сенімнің әлсіреуіне және қоғамдық келісімнің бұзылуына себеп болуы мүмкін. Сондықтан мұндай дүрдараздықты қоздыру ауыр қылмыс болып саналады. Бұл әрекет үшін қылмыстық кодекстің 174-ші бабында қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Әлеуметтік желілерде қоғамда алауыздықты қоздыруға бағытталған арандатушылық сипаттағы материалдар, діни уағыздар заңға сәйкес қатаң түрде қудаланады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174-ші бабында көрсетілген діни алауыздық қоздыру, тарату, бұл жерде енді жауапкершілігі 2 жылдан 7 жылға дейінгі бас бостандығынан айыруға немесе 2000-нан 7000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл жазаларына тартылуы мүмкін. Қазақстан Республикасы діни мүфтиятымен бекітілмеген діни уағыздарды тыңдау және оларды өздерінің әлеуметтік желілеріне қою, тарату, бұлар заңмен тыйым салынғандығын ескертеміз.